Сәлематсыздар ма, балалар? Бүгін 3-ші сыныптың қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы сан есім. 21-25 жаттығу. Оқу мақсаты 3-1-1-1. Тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу. Ашық және жабық сұрақтарға жауап беру. Екінші оқу мақсаты 3-3-5-1. Жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып түзету. Үшінші оқу мақсаты 3-4-2-3. Сөйлемнен сөз таптарын табу. Оқу мақсатына байланысты сабақ мақсаты: тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілейді, ашық және жабық сұрақтарға жауап береді. Жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып түзетеді. Сөйлемнен сөз таптарын табады. Бүгінгі сабағымызды көңілді күймен бастаймыз. Ашық аспан болсын, әр күніміз біздің. Сәттілікке толсын, қазақ тілі пәнінен білмегенді білейік, үйренейік, күлейік. Оқушылар, біздер осыған дейін қандай сөз таптары туралы оқып едік? Еске түсірейік. Зат есім, етістік, сын есім. Дұрыс айтасыздар. Олай болса, бүгін келесі сөз табы сан есіммен танысамыз. Қазір сіздер сан есім туралы бейнеролик көретсіздер. Осыдан не көрдіңіздер, не байқадыңыздар? Ойға түйіп отырыңыздар. Ай мектеп. Дана, мынау сенің нөмірің. 65 саны жазылған. Жоғалтып алма, осы нөмірмен киіміңді аласың. Ал мынау біздің 2 билетіміз. 7-ші қатардың 23-ші, 24-ші орындарына отырамыз. 11-ге 15 минут қалыпты. Әлі уақытымыз бар. Сондықтан мен екеумізге 2 балмызда қалып келейін. Сен мені осы 1-ші қабатта күте тұр. Тұра тұрыңызшы аға, не деген көп сандар? Мен шатасып кеттім. Иә, Дана, біз сандарды есеп шығаруда ғана емес, күнделікті өмірде де жиі қолданамыз. Қарашы, сағатта, күнтізбеде, билеттерде сандар бар. Сен жасыңды, бойыңды, салмағыңды айтқанда да сандарды қолданасың. Сондықтан есіңе сақтап ал. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Балалар, сіздер мұқият тыңдаған боларсыздар. Осы бейне роликтен қай сөз табындағы сөздер көбірек айтылды деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар. Сан есім. Заттың санын, ретін білдіретін сөз табын сан есім дейміз. Қанекей сан есімнің сұрақтарын еске түсірейік. Дұрыс айтасыздар. Қанша, неше, нешінші. Әрі қарай тапсырмамызды жалғастырамыз. 108-ші сабақ. Мәтінді тыңда. Су. Күн төбеңді тесердейін шақырайып тұр. Асан үйінен шығып, малды ауылдағы атасыныкіне беттеді.
демалыс кезінде атасына барып сәлем бермекші. Орта жолға жетпей-ақ сөйлей бастады. Бекер қуырдақ жеген екенмін деп ойлап келеді. Әбден шөл қысқанда ерні кезеріп, тамсанып қояды. Шіркін, бір ұрттам су болса ғой. Кенет ойына жолда кездесетін бұлақ түсті. Жалғыз аяқ жолмен соған қарай бұрылды. Міне, аңсаған бұлаққа да жетті. Қолын жуып жіберіп, уыстап су іше бастады. Тап-таза, мөп-мөлдір су ерекше тәтті сияқты көрінді. Шөлдегенде ішкен судың дәмділігіне ештеңе жетпес. Неткен рақат. Зерде журналдан. Балалар, біздер мұқият тыңдадық. Енді осы тапсырма бойынша мына сұрақтарға жауап берейік. Асан қайда бармақшы болды? Дұрыс айтасыздар. Ол неліктен шөлдеді? Дұрыс айтасыз. Жолда не кездесті? Өте тамаша жауап. Бұлақтың суы қандай? Өте жақсы. Бұлақтың суы неліктен ерекше болып көрінді? Тамаша. Өте жақсы жауап бердіңіздер. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың негізгі мақсаты осы мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріп, негізгі ойды анықтау. Енді осы сұрақтардың жауабы арқылы тірек сөздерді тауып жазамыз. Бірінші сұраққа байланысты қандай тірек сөзді пайдаландық? Екінші сұраққа байланысты, үшінші сұраққа байланысты, төртінші сұраққа байланысты, бесінші сұраққа байланысты тірек сөздерді жазамыз. Әр қайсымыздың тірек сөзіміз әр түрлі болуы мүмкін. Өте жақсы балалар. Жақсы жаздыңыздар. Тамаша. Келесі тапсырмаға көшеміз. 22-ші жаттығу. Орны ауысқан сөйлемдерді ретке келтіріп жаз. Бұл сөйлемдердің ішінде мағынасына қарай орналастырамыз. Бірінші оқимыз. Теңіз одан әрі, одан әлде қайда көп. Жер бетінде 4 мұхит бар. Олардың саны 30-ға жетеді. Қанеки балалар, ойланамыз. Бірінші қай сөйлемді қоямыз? Одан кейін қай сөйлемді жазамыз? Үшінші қай сөйлемді жазамыз? Қанеки ойланып жазайық. Бірінші сөйлемді қалай жаздық, қанеки? Дұрыс таптыңыздар балалар. Жер бетінде 4 мұхит бар. Екінші сөйлем жазамыз. Дұрыс жаздыңыздар, жарайсыздар. Теңіз одан әлде қайда көп. Үшінші сөйлем жазамыз. Олардың саны 30-ға жетеді. Мінекей балалар, біздің бүгінгі сабағымызда орны ауысқан сөйлемдерді мұғалімнің көмегімен орналастырдық. Барлығыңызда жарайсыздар, өте жақсы орындадыңыздар. Осы тапсырманың ішінен сан есімдерді табыңыздар. Сан есімдердің астын сызыңыздар. Дұрыс-ақ. Жарайсыздар.
Енді осы сан есімдерге сұрақ қойыңыздар. Жарайсыздар. Балалар, мінекей біз көптеген тапсырмаларды орындадық. 23-ші жаттығуға келдік. Бұл жаттығу басқа жаттығуларға қарағанда өзгешелеу. Ойлану керек, қандай сан екенін табу керек. Кәнекей оқиық. Оңынан оқысаң, ол сан. Терісінен оқысаң, ол сан. Терісінен деген сөз керісінше деген мағынаны білдіреді. Қанекей, бұл қандай сан екен? Ойланайық. Дұрыс айтасыздар. Бұл 40 деген сан. 40 қай сөз табына жатады? Дұрыс айтасыздар. Сан есім. Балалар, келесі сабағымыздың соңына қарай үйге тапсырма беремін. 24-ші жаттығу, 79-ші бет. Сан есім туралы ережені қайталаймыз. Бүгінгі сабақта өздеріңіз сабақта қалай түсіндіңіздер? Түсіне алмай қалған жерлеріңіз бар ма? Сол туралы ұстазға хат деп маған жолдаңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.